Сәлем достар, барлықтарыңыз жаңа жыл құтты болсын. Дендеріңізде саулық, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Бүгін жаңа жылға мен Рафаэлла тортын жасадым. Сіздермен қазір рецептісін бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда қоңыраушаны басып көре аласыздар. Ал енді бастайық. Тортты дайындамас бұрын ең алдымен біз бисквитін дайындап аламыз. Біздің жұмыртқамыз кішілеу болғандықтан 7 жұмыртқа алдым. Мен сарысы мен ағын бөліп алдым. 150 грамм шекер, 1 шай қасықпен лазерхиль саламыз, және кішкентай тұз, және 150 грамм ұн саламыз. Алдымен ақ жұмыртқамызға кішкентай тұз саламыз. 10 минуттай араластырамыз. Жүз 150 грамм шекерімізді жайлап салып отырамыз. Жұмыртқаның ағы осылай қоюланғанша жасаймыз. Енді мына жұмыртқаның сарысын кішкене ағарғанша жұмыртқаның сарысын ағына жайлап қосамыз да айналдырып аламыз. Електен өтіп келген ұнымызды жайлап осы дайын болған ақ жұмыртқаға саламыз да үстіне 1 шай қасықпен қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Диаметр 22 сантиметр. Енді осына 180 градусқа 30 минутта пісіреміз. Бисквитіміз піскен-піспегенін тексереміз. Ешқандай міне жұққан жоқ. Әбден суығанша қоямыз. Енді бізде тортымызға крем жасаймыз. Ол үшін бізге сливочное масло керек. Сливочное масло үй температурасында ерітілген болу керек. Сонымен қатар сахарная пудра, ванилин немесе ванильный сахар қосуға болады.
жақсылап араластыра отырып ыстыңқыл сүтті қосамыз. Үтіктерін жазып аламыз да. Міне мынадай керемет крем дайын болды. Сіздерге де осындай крем жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тортымызға енді пропитка жасаймыз. Ол үшін бізге сумен және де сгущенка керек, екеуін араластырамыз. Пропиткамызды дайындап қоямын да, енді тегістеп аламыз беткі қабатын. Осылай артық жерлерін кесіп тастаймыз. Тортымыз тегістелді. Енді бөлеміз екі бөлікке. Тортымызды екі бөлікке бөлдік. Пропитканы жақсылап жағып аламыз. Пропиткамызды жақтық. Енді кремімізді жағамыз тортымыздың ортасына. Арасынан мындай ақ шоколадтар саламыз.